Бүгін кешкі асқа ерекше етіп дәмді тағам жасадым, балаларыма қатты ұнады. Рецепті сақтап алыңыз. Етті жақсылап қуырамыз, үстіне көкөністерді салып, бір рет араластырып, томат пастасын қосамыз. Тағы да бір рет араластырып, үстінен картобын саламыз және суын құйып, 1,5 сағатқа бұқтырамыз. Қамырын илеу үшін ерітілген сармай, жұмыртқа, тұз салып, үстіне су құйып, барлығын араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырды тындырып 6 бөлікке бөлеміз. Қалыңдығын 1 сантиметр етіп жайып алып, осындай кеселеріміздің сыртынан кигізіп шығамыз. Кесеге ештеңе болмайды, қорықпай жасай берсеңіздер болады. Жұмыртқаның сары уызын жақсылап жағып, күнжіт және түмен салып, 180 градуста 20 минут пісіріп алдым. Осымен біздің ерекше дәмді кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде сіздерге жасап көріңіздер. Отбасыңызға қатты ұнайды, әсіресе балалар қуанып жейтін болады. Парақшамды жоғалтып алмас үшін қазір тіркеліп алыңыз.